Сәлем қыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен балық қуырайын деп жатырмын. Балықты тұздап қойдым, майды қыздырып қойдым. Бұл балықтың аты судак. Сүйектері өте аз, әсіресе балаларға пісіріп бергенге өте ыңғайлы. Сүйектері аз, өте дәмді балық. Екі жағын өстіп ұнға аунатып алып, қызып тұрған майға салып пісіреміз. Кейбір кісілер жаңағы тұздалған қиярдың суына батырып пісіріп жатады. Енді әркімнің қалауы әрқалай. Дегенмен маған осылай ұнайды. Сіз де жасап көріңіз. Қызып тұрған майға осылай ұнға аунатып алып салып пісіреміз. Екі жағын қызартып. Балықта адамның организміне керекті өте пайдалы дәрумендер бар. Ұмытпай, денсаулығыңызды күтіп, балықты қуырып жеп тұрыңыз. Міне осындай болып шықты, өте дәмді. Осылай қуырып алдым. Сіз де жасап көріңіз. Видеоға лайк басып, каналыма тіркеліп кетіңізші, өтініш. Сау болыңыз. Назарларыңызға рахмет.